Сәлем достар, біз бүгін тарихтағы ең қымбат соғыстар жайында айтатын боламыз. Соғыстар адамзатты жойып, өмірді қиратумен қатар экономикалық апаттарды әкеледі. Адамзат тарихындағы ең қымбат соғыстардың қайсы болғандығын бүгін анықтайтын боламыз. 10-шы орында дүние жүзіндегі ең қымбат соғыс Мексика мен Америка арасында болды. Оған шамамен 2,37 миллиард доллар шығын кеткен. Бұл 1846 жылдың ортасында Мексика мен Америка құрама штаттарының Техастың аннексиясы мен қақтығысу нәтижесінде болған еді. Әлемдегі ең қымбат 9-шы орында тұрған соғыс Американдық революция. Ол 1775 және 1783 жылдар арасында орын алған. Тәуелсіздік үшін соғыста Америка құрама штаттары ресми түрде жеңіске жеткен. Шамамен 2,4 миллиард доллар шығын кетті. Әлемдегі ең үлкен 8-ші орында тұрған соғыс Испан-Американ соғысы. Ол 1898-1899 жылдар аралығында өтті. Шамамен оған 9 миллиард доллар жұмсалды. ақш, Испания бұл соғыста мақсаты Кубаны жаулап алу еді. Яғни Америка құрама штаттары Испанияның меншік құқығының дауласуында, сондай-ақ Пуэрто-Рико, Филиппин тағы басқа жерлерді жаулауды көздеген. 7-ші орында американдық сепаратистік соғыс. Шамамен оған 79,7 миллиард доллар жұмсалды. Бұл американдық тарихта ең үлкен қырғын ретінде қарастыруға болады. Өйткені бұл құлдықтың жойылуына себеп болды. 6-шы орын Парсы шығанағындағы соғысқа берілді. Оған шамамен 102 миллиард доллар жұмсалды. 1990 жылдары Ирак күштері Кувейтке басып кірген еді. Ирак әскерлерін бомбалауды бастау үшін Біріккен ұлттар ұйымы мен НАТОның қолдауымен ақш бастаған 29 елдің коалициясы жұмылдырылды. 5-ші орынды Бірінші дүниежүзілік соғыс алды. Бұл әрине бүкіл әлемге белгілі және 334 миллиард доллар жұмсалды. Текетірес екі аймақтық топтың арасында болды: Антанта мен Үштік одақ. Оның ішінде Франция, Ресей, Италия, Жапония және ақш сияқты елдер кірген еді. 4-ші орында 1950 жылдары болған солтүстік және оңтүстік Корея арасындағы соғыс. Корей соғысында кеткен шығын 341 миллиард доллар. 3-ші орында 1965-1975 жылдар аралығында орын алған ақш пен Вьетнам арасындағы соғыс болды. Бұл текетірестік салдары екі тарап үшінде де ауыр болды. Шамамен 738 миллиард доллар шығын кетті. 2-ші орынға ең қымбат соғыс қатарына 11-ші қыркүйектегі терактыны жатқызамыз. ақштың қос мұнараларына жасалған шабуылдар. Бұл шабуыл ақштың лаңкестікпен және оның одақтастарымен күресу ниетімен Ауғанстан мен Иракқа басып кіруіне себепші болды. Шамамен оған 1,1 триллион доллар жұмсалды. 1-ші орын Екінші дүниежүзілік соғысқа берілді. Бұл соғыс басқа себептермен қатар нәсілдік мәселелерге де байланысты болып еді. Сондықтан әлі күнге дейін әлемдегі ең қымбат соғыстар қатарында. Ең танымал соғыстың құны 4,1 триллион долларды құрайды. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кеткенің мен үшін маңызды.